Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Қала көшелері бір күн тазаланбаса, бұл олқылықты жою үшін бір апта уақыт қажет екен. Енді бір апта тазаланбаса не боларын елестетіп көріңізші. Бүгін еліміз әлемдегі ең лас мемлекеттер тізіміне енбеу үшін еңбек етіп жүрген мамандар жайлы айтамыз. Бостандық ауданның тазалығына жауапты 140 жұмысшы бар. Жоқ, 141. Себебі бүгін тазалық сақшыларының қатарына мен де қосылдым. Айтпақшы, біздің жұмысымыздың ұқсас тұсы да бар. Мәселен, аталмыш сала мамандары да таңғы студия жұмыс сияқты таң сәрімен жұмысқа кіріседі екен. Мамандар 2 миллион 507 мың текше метр аумақты тазалайды. Оның 280-і көше, ал 182 шақырымы тротуар. Бүгін біз Тимирязев көшесі бойын күзгі жапырақтардан тазалаймыз. Жұмысқа жастай жұтынып, ерте тұрып азаңнан, жүреді бір қарт сыпырып, көшені тұнған тозаңнан деп Сырбай Мәуленов жырлағандай. Көшені тұнған тозаңнан тазалайтын мамандар адал еңбек етіп, алғысы мол жұмыс атқарады. Олар қаланы қоқыстан тазартып, сіз бен біздің таза аймақта өмір сүруімізге атсалысады. Таңертеңгі азанғы жұмысымыз осы Алматы Тазалықтың азанғы 8-ден кешкі 5-ге дейін. Қыс айларында мына қарды тазалаймыз, остановкаларды ашамыз, тротуарларымызды ашамыз. Адал еңбегімізбен бала-шағаны бағып, күнделікті жұмыс осы. Өзімізге ұнайды осы жұмысымыз. Лучшая работа в мире. Ал біз оларға алғыс ретінде көшеге қоқыс тастамай, әсем Алматыны таза ұстағанымыз жөн.